Так, сонымен достар, өздеріңіз көріп тұрғандай медеу мұз айдынына шықтық. Нүкіне қалай, настрой қалай? Керемет. Керемет па? Иә. Сәл бүгін ұйқыдан тұрғанда шаршаңқы тұрдың ба? Иә. Бірақ не істейміз, еңсереміз ба? Иә. Еңсереміз деген кезде иә десей. Так, достар, міне Жанка бар. Мына жақта медеу мұз айдыны. Әлі ашылған жоқ, өйткені таңғы сағат 5 достар, өздеріңіз ойлаңыздаршы. Міне медеу таңғы 5, бірақ адамдар жүр, лестницамен жоғарыға көтерілеміз. Ал кеттік, іске сәт дейміз баршамызға. Сағат 5, дала салқын кәдімгідей. Алдыңғы келген еді ғой. Сонда да бар енді, ызғар бар, таудың ызғары бар енді. Бар. Ал достар, прям мен шаршап қалдым, сенші? Қатты емес. Қатты емес дейсің ба? Қазір мына қараңыздар достар. Мынау медеу мұз айдынындағы жалпы Қазақстандағы ең биік баспалдақ. Мінекей қараңыздаршы. Ой, қаден кетеміз. Енді датауы биікке көрдіңіздер ма? Ана экскурсиямен адамдар қалай шығу керек екен барлығын неғып жүр, үйретіп жүр. Зарядка жасайық, зарядка жасап алыңдар. Как раз денелерін қызды. Так, қанша минутта шығасың, давай көрейік. Примерно бір 15-17 шығарна. 15-17 ма? Все. Жанка, сен қанша минутта шығамын деп ойлап отырсың? Алма қанша минутта шығ? 18-20 минутта шығып жатқанбыз. 20 минут па? Мен сұрайтын болсаңыздар, достар, мен 3 минутта шығам. Мыналар слабактар, короче. Папа, ойнайте, көбітсеңші. Слабактар. Короче, біреуі 15 минут анау, мынау деп тұр. Алып көрістейін мен бұларға. Кеттік онда. Заряд жасап отыр. Таңғы сағат әлі 6-тан бір 15 минут кеткен кез достар. Таңғы 6-да. Қандай керемет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Секундомер қоясың ба? Сен қой, и бәріміз засекать ет, хорошо? Мен де қосайын да. Давай. Тоқта, бір. Тоқта. Бір, 2, 3. Нүкіне, жүгірме. Терлеп кетесің. Потом өткендегідей жаурайсың. Ал, нүкіне суырылып алдыға шықты. Так, баспалдақтар, тайғанақ, абайлаңдар. Терлейсің да жаурайсың сосын. Кетті, нүкіне. Адам тыңдайын деп тұрған жоқ қой. Өйткен достар, жаңа мен слабак 3 минутта мен шығам дегенге намыстанып кетті ғой деймін. Соған жасап атқан тіршілігі ғой. Қысқасын айтқан кезде. Ема, мен аяғым уже ауырып қалған ғой. А? Что-то не то лестница, я? Просто нестандартный лестница болып тұр да. Содан кейін ба көрейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мұрнымыздан су ағып. Аяғым талқаған ғой, прикинь. Міне салсы мен бұлай болады деп ойлаған жоқ, если честно. Тізелерін подводить етіп бастап отыр. Представляешь? Аяғым. Демалып ал. Асықпа. Ема. Көтенме дейін істемей қалған ғой. Ағаңдар. Таудың арасында жүрміз ғой. Жақындатайын. Тағы да бір жақындатайын. Медеудің үстінде тұрмыз қазір. Қазір көрінбейді. Дала қараңғы. Кеттік ары қарай. Так. Бір уақытпен жанар кетіп қалды. Мен артына қалқамын. Жер биік болып кетті. Баспалдақтарда майда екен. Менуге ыңғайсыз. Бірақ мынандай ортада ұстайтын жерлерді орнатқан. Бір уақыт ары кетті ғой. Жол жүретін, машина жүретін жер. Жанар қақта.
Жанар көрінмейді. Нұрбақыт, маман қайда? Да, ты чё? Жанға тұр. Менен осы кетті ғой. Охренеть можно. Қой, басайық. Аяқ істемей қалады. Бісміллә. Кішкене қалды енді. Енді бір сәл шыдасаң жетесің дегендей болып тұр. Е-май. Қап-қараңғы жан-жақты көрсетейін десем, мінекей. Төбеге шыққанымыз байқалады өйткені. Таудың төбесі көріп тұрсам мен. Почти на төбесіне шығып жатырмыз. Қазір ар жағын көрсетемін тағы да. Әше әдемі аяқ. Ана ең төбесіне шыққан кезде. Күне бірінші кеп видеоға түсіріп тұр мені. Міне лестницаның бітетін жері кеп қалдық. Соңғы баспалдақтар. О, құдайым. Мен жеңдім. Мен жеңіске жеттім. Ура! Ой-бай! Міне астыдағы таудың төбесіне шықтық, достар. Кім шығып көрген жоқ? Обзор сендерге. Қалай, Жанка? Да? Сен ше, Никоне, қалай? 20 секундта мен, 20 минут 14 секундта. Мен ровно же, даже одан мен 19:56-ларда келдім. Мама 20 Мен где-то 25-26-та келдім ғой, е? Бесін тұрайбыз, екеумізге 20 секунд тұрайбыз. Кетті көрістік наяқты. Қараңыздар, достар. Таудың құдыретін қараңыздар. Осындай биік-биік тау болатын кезде біздер қалай аласа боламыз. Мына таудың жауапкершілігінен біздің жауапкершілігіміз жоғары ғой, адамдардың. Сондықтан осындай биік-биік тауларымыз бар кезде біздер қалай аласа боламыз. Жігіттер, қыздар, қараңыздар, мәссаған. Тау, таза ауа, таудан соққан самал жел, салқын жел. Капюшон киіп ал. Капюшон ба? Жеңіс қолда, достар. Жеңісті күндеріміз көп болсын, қарасаңдар. Бісміллә. Хой! Таудың тыныштығын бұзып жібердіңіз. Таң атты, құрметті ағайындар деп. Таң сағат шамамен бір 6:30-6:40-тың шамасы, құрметті достар. Осылай Медеудің мұз айдынының жоғарғы баспалдағына, жоғарысына шықты. Таудың керемет көрінісіне куә болып, осы бір Алматы тауларының, Алатаудың таза ауасынан тыныстап демалып тұрған жайымыз бар. Нұрбақты өздеріңіз көрдіңіздер, бірінші келді. Одан кейін екінші орынды Жанарға бердік. Үшінші орын менде тұр. Бірінші орын болып келуіме болатын еді. Дегенде өзімнің кішкентай балам болғаннан кейін, келіншегім нәзік жан болғаннан кейін, өтіріктен деп шашып жүрдім. Негізі 3 минутта көтерілетін адам. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Нұрбақтың каналына тіркеліп қойыңыздар. Раяна Ешінаның каналына тіркеліп қойыңыздар, достар. Біргеміз ары қарата енді Горельник деген жері бар. Сол жаққа барайық. Никонейдан тоже бір сұхбат алып жүр. Достар, мені үйренсін біз барлығын. Мені алу керек, осы барлығын мені алу керек. Мені үйренді, үйреттірім. Сонда мен айтуым керекпін ба десе? Bir saatine 5 tane atım. 5 Называется бизнес. Ставкын көтерсе, ставкын көтерсе. Ал Жанка, саған енді жаңа айттым ғой, что-то қатты өз-өзімді қинап жібердім дедің ба? Оны қалай түсінсек болады? Сен яғни орта жолда тоқтап шығуың керек еді? Жоқ, біз 20 секундқа добивать етеміз. Соңғы лестницада біз прям тоқтамай жүріп кеттіңдер ғой, иә? Содан кейін жүрек қағып кетті, тыныс алу қиындап, терлеп кетті, иә? Көзіңнің тамырларын сезіп кеттің ғой шамамен. Болды, самыйлан көздің тамырын сезейік, ол ничего страшного. Кеттік ендеше ары қарата Горельникке қарай. Суретке? Достар, оқырмандар көрсін деп видеоны түсіріп жатырмын. Мысалға, мынау арғы свет жанып тұрған жер, аққайыңдардың ар жағы. Ол жаңа біздің баспалдақпен шыққан жер. Қараңыздаршы, мына жерлерде кино түсіруге болады ғой, иә? Хорошо.
Келген сайын тамсанасың ғой. Мына қараңыздар. Сказочный болып тұр ғой. Иә, арғы мінекей мына жанып тұрған бұл Шымбұлақ. Ары қарата бұл одан да биік жер. Мінекей біз ары қарата осы жолмен Горелікке кетіп бара жатырмыз. Жанып тұрған светтердің артымен жүріп отырамыз қазір. Көрсетемін ол жақта да. Қандай керемет. Қараңыздар, тау деген осындай биік қой. Не деген керемет мына тау деген. Ал мына қараңдар достар. Мәссаған. Жай әшейін сурет қой. Қарап отырсаңдар. Суретке ұқсайды ғой, сурет. Бірақ бұл сурет емес. Бұл мурет дегенсің ба? Екене, не болды, шаршап қалдың ба не? Шаршап қалдың ба не дейм? Шаршап атсың ба дейм? Шаршама, братишка, шаршама. Мамаңдар аса бірінші орын болып келеді. Таулардың арасында. Таудан асып кеттім. Тау. Ал достар, жаңа апа Катяға кафеге барып таңғы ас ішкен кезде біздер тіпті қарнымыздың ашып тұрған соншалық видеоны ұмытып кеттіңіз ғой. Сіздерге көрсетейін деп едім ғой. Жаңағы апа Катя деген кафенің қалай көрінетіні, таңғы аста не нәрселер бар, бағалары қанша деген сияқты. Сөйтіп қарнымыз ашып өзіміз енді таңғы сағат 4:50-де ма 4:45-те тұрып келдік қой енді бері қарай. Сол себепті қарнымыз ашып болғаннан кейін видеоға да ұмытып кетіппіз. Енді қарнымыз қайтадан тоқ болып, көңіліміз өз-өзіне орнағаннан кейін Нұрбақыт, шаршадың ба, шаршаған жоқсың ба? Шаршадым деді, көрдіңдер ме? Оңай емес достар. Сондықтан да тау бұл әлсіздердің мекені емес. Мұнда тек бұл жыртқыштардың мекені. Десей. Так, айнала толықтай күндізгі ритмге көшті. Дала жап жарық, сонда керемет болып тұр мінекей. Тамаша. Қараңыздаршы. Дала деген қаншалықты қар көп болып суық болғанымен біз сондай суықты сезбей келе жатырмыз. Айтпақшы, мына жаққа көтерілетін көліктер, қарапайым көліктер көтерілмейді. Мұнда тек қана электрокарлар көтеріледі. Электрокар деп отқандарымыз тоқпен жүретін көліктер. Бензинмен жүретін, жанармаймен жүретін көліктер мұнда мүлдем шықпайды. Неге? Өйткені экологияға қатты әсер етеді. Никіне қалай болды жалпы? Өте керемет болды. Жетіп айтқызу өте қиын. Мына видеоның барлық жеріне кіріп шықты десек те болады. Сонымен видеомыз тамам. Тамам, е. Енді тек қана мына баспалдақпен төмен түсу ғана қалды, достар. Ендеше лайктарымызды басамыз, комментарий жазамыз, каналға тіркелеміз. Келесі видеода достар жолыққанша. Солай ма, Жанка? Лайк бассын ба? Лайк. Ал кеттік ендеше, бісміллә деп. Тайып бұланып құлап жүрмейге кәдімгідей. Ойлаңдар енді. Ар жақта медеуітті көрсеткім келіп тұр, достар. Ема болып тұр ғой мына жақ дегенше. Потолок болып тұр ғой, потолок.